Құрметті тыңдаушылар, дәрістерімізді жалғастырамыз. 9-шы дәріс. Оқшау сөз, төл сөз, автор сөзі, төлеу сөзді қарастыратын боламыз. Оқшау сөз сөйлемнің құрамында тұрса да, басқа мүшелермен грамматикалық байланысқа түспейтін мүше. Оқшау сөздің 3 түрі бар. Таратпа сөз, біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөз. Мысалы, самат, ертең сынақ болады. Самат, таратпа сөз. Ұялма балам, жоғары шық. Балам, келдің бе балам. Екінші оқшау сөздің түрі қыстырма сөз. Сөйлемдегі ойға қатысты сөйлеушінің түрлі көзқарасын білдіретін сөз. Меніңше, сенің айтқаны дұрыс. Бұның әрине дұрыс. Бұл жердегі қыстырма сөз әрине меніңше. Үшінші оқшау сөздің түрі одағай сөз. Сөйлеушінің түрлі көңіл күйін білдіретін сөз. Оны кеше сұрау керек еді. Аз сабыр етсең қайтер еді. Оқшау сөзге төмендегідей жағдайларда түр қойылады. Сөйлемнің басындағы оқшау сөзден кейін түр қойылады. Сөйлемнің соңындағы оқшау сөздің алдынан түр қойылады. Және сөйлемнің ортасындағы оқшау сөздің екі жағынан түр қойылады. Берілген мысалдардағы меніңше сөйлемнің басында келгендіктен одан кейін түр қойылып тұр. Меніңше сенің айтқаның дұрыс дегенде. Бұның әрине дұрыс дегенде, әрине сөзі сөйлемнің ортасында келгенде екі жағынан түр қойылады. Келдің бе балам дегенде балам сөздің соңында тұрған, оның алдында түр қойылады. Қыстырма сөздердің төмендегідей мағыналық түрлері бар. Бірінші, қуанышты, ренішті білдіреді. Бағымызға қарай, амал қанша, абырой бергенде, өкінішке орай. Екінші, сенуді, мақұлдауды, мойындауды білдіреді. Мұндай қыстырма сөздер сөз жоқ, бәсе, рас, әрине, шынында, дұрысында, негізінде, шыны керек, әлбетте. Үшінші, ойдың кімнен, қайдан екенін көрсетеді. Меніңше, сіздіңше, оның пікірінше, оның айтуына қарағанда, оның ойы бойынша, тағы басқа сөздер. Төртінші, шамамен ғана, сенер, сенбестікпен айтылғанын білдіреді. Ол мұндай сөздер. Сірә, мүмкін, тегі, кім біледі, байқаймын, бәлкім, тағы басқа. Бесінші мағыналық түрі бір ойдың алдыңғы жақта айтылған оймен байланысын қорыту ретінде айтылады. Мысалы, олай болса, демек, сөйтіп, қысқасы, тағы басқа сөздер. Келесі мағыналық түрі ой тартып. Біріншіден, екіншіден, бір жағынан, әуелі, ақыры, тағы басқа қыстырма сөздер. Төл сөз, автор сөзі, төлеу сөз. Төл сөз, бөгде сөздің еш өзгеріссіз түпнұсқасы сақтала отырып қолданылған түрі. Автор сөзі, төл сөздің айналасында берілген сөйлеушінің не жазушы адамның өз сөздері. Төл сөз құрамы жағынан әртүрлі болып келеді. Оның жеке сөз не сөйлем болуда, сондай-ақ бірнеше сөйлемдер тізбегінен құралған тұтас бір мәтін болуы да мүмкін. Төл сөз қандай құрамда, қандай мағынада айтылса да, автор сөзімен байланыста болады. Екеуара байланыс төл сөздің бастапқы құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбей, өз дербестігін толық сақтаған жағдайда көмекші етістік арқылы жүзеге асады. Төл сөз автор сөзінен өзіндік интонация арқылы ерекшеленеді. Сөздердің орын тәртібі еркін болады. Мысалы,
Мұхтар Әуезовтің шығармасы шығармашылығынан құнанбай тыңдап болды да, жарайды, айтам деп әкелгенім екен. Бірталай жерге жеткізіп айттым. Енді осымен құпталайық деді. Төл сөздің тыныс белгілері. Төл сөз автор сөзінен бұрын орналасса, төл сөз бас әріппен жазылып, тырнақша алынады, не алдынан сызықша қойылады. Егер төл сөз хабарлы сөйлем болса, соңынан үтір, сұраулы сөйлем болса, сұрақ белгісі, леп сөз болса, леп белгісі қойылып, автор сөзінің алдынан сызықша қойылады. Мысалы, тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар деген нәрселермен озады деген ұлы абай. Төл сөз тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар деген нәрселермен озады. Бекбергеннің қызын неге алып қашпақ болдыңдар деп сұрады иесі менен. Төл сөз Бекбергеннің қызын неге алып қашпақ болдыңдар. Төл сөз автор сөзінен кейін тұрса, автор сөзінен кейін осы қойылып, төл сөзіне тырнақша қалып, не алдына сызықша қойылды. Мысалы, Ахмет Жұбанов былай деген: әр халықтың ана тілі. Әйел бір төбенің басына шығып алып, былай деді: менің атым әйел, мен қыздың анасымын. Төл сөз автор сөзінің ортасында орналасса, автор сөзінен кейін қос нүкте қойылып, төл сөздің алдынан не сызықша қойылады, не төл сөз тырнақшаға алынады да, төл сөзден кейін не үтір, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Мысалы, Әйтілес қарт аттың құлағында ойнайтын жас кезіміз деп бастап әңгімесін. Автор сөзі төл сөздің ортасында орналасса, төл сөз тырнақшаға алынып, немесе алдынан сызықша қойылып, автор сөзінің алдынан да, соңынан да сызықша қойылады. Төл сөздің екінші бөлігі кіші әріппен жазылады. Мысалы, осы бір тегін адам болмаған шығар, деді жалпақ балуан. Түней осы молаға. Бір төл сөздің ішінде екінші төл сөз келген жағдайда алғашқысының алдынан сызықша қойылып, соңғысы тырнақшаға алынады. Мысалы, қазақ халқында ұлық болсаң, кішік бол деген нақыл бар дегенді жиі айтатын. Енді төл сөз бен төл сөздің айырмашылығын қарастырайық. Бірінші, егер төл сөздің баяндаушы етістіктің ашық айны болса, төл сөзде сәйкес шақтағы есімшеге айналып, оған дық жұрнағы, тәуелді жалғауы және табыс септік жалғанады, тоқтауыш болады. Мысалы, мен бұдан артық қуаныш бар демеймін деді толқығанын жасырмаған Жазира. Жазира қатты толқып, бұдан артық қуаныш бар деп білмейтіндігін жеткізді. Бірінші сөйлем төл сөз, екінші сөйлем төл сөз. Екінші, төл сөздің баяндаушы етістіктің бұйрық райынан болса, төл сөзде ол тұйық етістікке айналып, оған табыс не бар септік жалғауы болмаса, туралы, жөнінде, жайында шылауларының бірі қосылып айтылады. Мысалы, сен осыны қорықпай айт, деді де кетуге рұқсат еткен ишарат білдірді. Бұл жердегі төл сөз сен осыны қорықпай айт. Енді бұл төл сөз болғанда төмендегідей тұрғыда айтылады. Ол осыларды батыл жеткізуі қажеттігі жайында бұйырып, кетуіне рұқсат еткен ишарасында білдірді. Үшінші айырмашылық. Төл сөздің баяндаушы есім сөздерден не тұйық етістіктен болса, төлеу сөзде ол сөзге тіркесіп екенін деген көмекші етістік айтылады. Мысалы, естігендеріңіздің бәрі шындық деді, кетуге рұқсат еткен ишарат білдірді. Сәл екілене сөйлеп,
естігендерінің бәрі шындық екенін, шындыққа әділ төрелік керек екенін де айтып өтті. Бірінші сөйлем төл сөз, екінші сөйлем төлеу сөз. Төртінші айырмашылық. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырғанда автор сөзіндегі де етістігінің орнына айт, сұра, ойла, бұйыр, талап ет, ескер деген айту, ойлау мәнді етістіктерінің бір айтылады. Мысалы, бірінші келген желаяққа Зақтай сыйлық дайын деп сайыстың демеушісі жарысқа қатысушыларды ынталандырды. Сөз сайыс демеушісі жарысқа қатысушыларды ынталандырып, бірінші келген желаяқтарға Зақтай сыйлық дайын екенін ескертті. Бесінші айырмашылық. Төл сөз құрамында сұрау есімдіктері бар сұраулы сөйлем болса, төлеу сөзде сұрау есімдігі сол күйінде қалады. Мысалы, бұл мәтінді қалай меңгердің дедім таңданғанмен. Бұл төл сөз, ол таңданыс білдіріп, бұл мәтінді қалай меңгергенін сұрады. Төлеу сөз. Алтыншы айырмашылық. Егер сұраулы сөйлем мағына сұраулы шылауы арқылы жасалса, төлеу сөзде шылаумен айтылған сөз болым, болымсыз немесе антоним түрінде қосарланып айтылады. Мысалы, сен осының бәрін түсіне алдың ба деп сұрады сабырлы ұстаз. Бұл сөз ұстаз байсалды қалыпта осының бәрін меңгере алмағанын сұрады. Жетінші айырмашылық. Төл сөзде белгілі бір жақта, бірінші немесе жақта тұрған сөз төлеу сөзде автор тарапынан айтылады. Мысалы, бірінші жақ. Мен келдім, дедім, күндегі әдетіммен есікті ашып еркелейді. Екінші жақ. Ол күндегі әдетімен есікті ашып еркелеп өзінің келгенін хабарлайды. Келесі құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін, мағыналық жағынан өзара байланысты біртұтас сөйлем. Қызметі жағынан оның жай сөйлемнен өзгешелігі жоқ. Екеуі де ойды екінші бір адамға білдіруді құралы. Құрмалас сөйлем жасалу жолына қарай үш түрге бөлінеді. Салалас құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем, аралас құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлемнің төмендегідей белгілері бар. Кем дегенде екі жай сөйлемнен синтаксистік компоненттен құралып, әр сөйлемде предикаттық қатынас болады. Кей жағдайда бастауыш айтылмағанымен баяндауыш арқылы білініп тұрады. Ал құрмалас құрамындағы жай сөйлемнің әрбірінде баяндауыштың болуы міндетті. Жай сөйлемдер белгілі бір тәсілдер, баяндауыш формалары және шылаулар арқылы байланысқа түседі. Негізгі компоненттер жай сөйлемдер мағынасы жағынан логикалық байланыста болып, бір тұтас күрделі ойды білдіреді. Құрмалас сөйлем компоненттерін өзара байланыстыруда интонацияның да айрықша қызметі бар. Алғашқы компонент аяқталмаған, ұласпалы интонацияға ие болады да, соңғысы аяқталған, тиянақты интонацияда келеді. Сіздердің назарларыңызға жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің мағыналық жағынан өзгешеліктерінің кестесі берілген. Жай сөйлем жеке бір ойды білдіреді. Құрмалас сөйлем күрделі ойды білдіреді. Жай сөйлем бір-бірінен айырым интонациямен айтылады. Ал құрмалас сөйлемнің бірінші сыңары екіншісінен ұласпалы интонациямен айтылады. Үшінші, жай сөйлем интонациялық жағынан тиянақты болады. Құрмалас сөйлемнің сыңарлары интонациялық жағынан тиянақсыз болады. Жай сөйлем аяқталған ойды білдіріп, бір бүтін болып саналады. Ал құрмалас сөйлемнің алғашқы сыңары аяқталған ойды білдіре алмайды, бүтіннің бір бөлшегі болып саналады.
Енді жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің байланысу тәсілдерін қарастырайық. Интонация арқылы іргелесе байланысады. Мысалы, кездесу аяқталды, қатысқандар тамаша әсермен тарады. Жалғаулықшылаулар арқылы байланысады. Арнайы баруды жоспарлаймын, бірақ еш реті келмей-ақ қойды. Құрмаластың құрамындағы жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз тұлғада келіп, келесі жай сөйлеммен ұласпалы түрде құрмаласа байланысады. Салалас құрмалас сөйлем. Құрамындағы жай сөйлемдері салаласа байланысқан құрмаластың түрі. Салалас құрмалас сөйлем баяндауыштары тиянақты тұлғада келіп, бір-бірімен тең дәрежеде байланысады. Салалас құрмалас сөйлемнің жай сөйлемдері өзара мағыналық тұтастықта болып, интонация, жалғаулықсыз және жалғаулықшылаулар арқылы байланысады. Жалғаулықсыз, іргелес байланысқан, салалас, мезгілдес, себептес, қарсылықты, түсіндірмелі, шартты, салыстырмалы түрлерге жіктеледі. Салалас құрамындағы жай сөйлемдерді бір-бірімен байланыстыратын жалғаулықшылауларға қатысты салалас құрмалас сөйлемдер бірнеше топқа бөлінеді. Мезгілдес. Мысалы, Құнанбай Ұлжанның қасына барды да Мағыш пен Абайдың жүзіне қарады. Себептес. Оның бұл сөзді не үшін егіле айтқанын қайман сезген жоқ. Өйткені ол Сәулеттің өзінің болашақ келін екенін білмейтінді. Қарсылықты. Алыстан әлдекімдердің күбірлеген дауысы естіледі. Бірақ қай жақтан естілетінін шамалай алмаймын. Сәулет Мұқановтың шығармашылығынан. Талғаулықты. Бұл істің шындығын не көзімен көрген айтар, немесе құлағымен естіген айтар. Кезектес. Нұрғали біресе Тәкеге қарап кіжінеді, біресе Аманға қарап мүләйіп сөйледі. Мұстафиннің шығармашылығынан. Енді осы дәріске өздеріңіз тапсырмалар орындап келіңіздер. Тапсырма сұрақтары осы дәрісті қамтитын болсын. Мысалы, оқшау сөздердің қанша түрі бар? Қыстырма сөздердің мағыналық түрлерін айтыңыз. Төл сөз дегеніміз не? Автор сөзі дегеніміз не? Және төл сөздің қандай тыныс белгілері бар? Төл сөз бен төл сөздің айырмашылығына мысалдар келтіріңіздер. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші айырмашылықтар бойынша көркем шығармалардан мысалдар таңдаңыздар. Және алтыншы, жетінші айырмашылықтар бойынша да көркем шығармалардан мысалдар келтіріп жазыңыздар. Құрмалас сөйлем дегеніміз не? Құрмалас сөйлем жасалу жолына қарай неше түрге бөлінеді? Салалас құрмалас сөйлем дегеніміз не? Құрмалас сөйлемнің белгілері қандай? Және олардың баяндаушы қандай құрамда келеді? Негізгі компоненттер дегеніміз не? Құрмалас сөйлем компоненттерін өзара байланыстыруда интонацияның қандай қызметі бар?
және жай сөйлемнің, құрмалас сөйлемнің мағыналық жағынан өзгешеліктері қандай? Мысалдар келтіріңіздер. Және жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің байланысу тәсілдеріне мысалдар келтіріңіздер. Мысалалас құрмалас сөйлемнің қандай түрлері бар? Осы түрлеріне көркем шығармалардан мысалдар келтіріңіздер. Осымен біздің 9-шы дәрісіміз аяқталды. Дәрісімізді келесі сабақта жалғастырамыз. 10-шы дәрісте сабақтас және аралас құрмалас сөйлемдерді қарастыратын боламыз.